Жамбыл облысына қарасты қанша аудан бар және атап бере аласыз ба? Жамбыл облысына қатысты 10 аудан бар. Жамбыл ауданы, Байзақ ауданы, Жуалы ауданы, Тұрар Рысқұл ауданы, Меркі ауданы, Шу ауданы, Сарысу ауданы, Талас ауданы, Мойынқұм ауданы. Жамбыл облысы тарихи орындарға өте бай, білесіз. Сол тарихи орындарға барып көргенсіз бе? Қандай орындарға бардыңыз? Қандай орындарды білесіз? Айша Бибі, Қарахан, Тектұрмас, Ақыртас білем. Мен барғам, Тектұрмасқа бардым, Айша Бибі кесенесіне бардым. Қаланың орталығына баяғы көк базар дейміз, мешіт дейміз, сол қазір сол жерге көне тараз деген атпен қалашық өзінше бір не жасалып жатыр. Жамбыл облысы қай жылы құрылды? 1939 жылы. Жамбыл облысының орталығы қай қала? Жамбыл облысының орталық қаласы ол тарих терең Тараз қаласы. Жамбыл облысынан шыққан белгілі тұлғаларды білесіз бе? Шерхан Мұртаза, Жамбыл Жабаев, Бауыржан Момышұлы, Мейрамбек Бесбаев сынды тұлғаларды білемін. Жамбыл облысына неліктен Жамбыл атауы берілді, білесіз бе? Жамбыл облысын Жамбыл Жабаев деген кісінің атымен атаған. Ақын, күйші. Тараз қаласындағы ең ұзын көшені білесіз бе? Тараз қаласындағы ең ұзын көше менің ойымша Төле би. Дұрыс па? Дұрыс, аха. Рахмет.